Ассалаумағалейкум. Қазақстандық орта салмақтағы профи Жәнібек Әлімханұлы Тайсон Фьюридің жетістігін қайталай алады. Бұл туралы ол Twitter әлеуметтік желісіндегі парақшасында айтты. Қазақстан өзінің промоутері Боб Арумның постының астына коммент қалдырды. Арум ақсақал Фьюридің жеңіс сәтінен сурет салып, мен сығам патшасымен сондай мақтанамын. Ол нағыз жауынгер. Құдай маған онымен және Мұхаммед Алимен бірге жұмыс жасауға мүмкіндік берген үшін қарыздармын деген жазба қалдырған. Ал Жәнібек комментке жақында мен де сол деңгейде боламын деп батыл мәлімдеме жасады. Фьюри өткен демалыс күндері американдық Деонтей Уайлдерді ұтып, WBC бойынша ауыр салмақтағы чемпиондық атағын қорғап қалған болатын. Естеріңізге салайық, 5 қараша күні Әлімханұлы франциялық экс-әлем чемпионы Хасан Ндам Нжикамен рингке шығатын болады. Ал осы аралықта кәсіпқой бокс тақырыбына қалам тартатын ресейлік танымал журналист Григорий Стангрид қазақ боксшысының деңгейі туралы өз ойымен бөлісті. Сондай-ақ ол Қазақстайлдың мансабының дамуы барысына да пікірін айтты. Жылына 2 кездесу сондай көп емес, бірақ жоқтан жоғары. Соңғы кездері ешкім жиі жекпе-жектер өткізіп жүрмегенін біз түсінеміз. Көптеген топ деңгейлі боксшылар қалағандарындай жиі сындар өткізіп жүрген жоқ. Егер қарсылас мықты болса, мен Роб Бранд пен Хасан Нжикамды айтып отырмын. Ондайлар қатарына қосамын. Онда 2 сын да жеткілікті болады, дейді Стангрид. Қазір Хассанды өтіп, ары қарай тексеріс жасауды жалғастыру керек. Мысалға, Ұлыбританияға барып Лиам Уильямсқа қарсы шығу. Айтулы бәсекелерге шығар сәт туындады. Орта салмақтағы үздіктері ертеректе көп болатын, ал қазір жағдай өзгерді. Ол жерде кім бар? Головкин, Чарло, Андраде және ардагер Лара. Мунгуя мен Юбенктері дивизионнан қашып жүр. Сондықтан Нжикамнан соң ірі кездесуге дайындалу керек. Мунгуяға қарсы шығу қаншалықты шынайы екенін білмеймін. Бірақ Андрадемен де бокстасуға болады. Әлімханұлының жасы да келіп қалды. Оны жаңа ойыншы деуге келмейді. Теориялық тұрғыдан біз қазір Жәнібектің үлкен сындар қарсаңында тұрмыз дегенде тағы да қосты ресейлік сарапшы. Шындығында да келесі жыл шешуші болады. Жәнібекке қалайда көктемде бір чемпионды рингке тартып шығару керек. Чарлома, Андрадеме бәрібір. Кемінде Мунгуямен жолықса, мұның өзі Әлімханұлыға үлкен танымалдылық бере алады. Десе де бәрі қаржыға келіп тіреледі. Дәл қазіргі сәтте Жәнібек өзіне демеушілер іздестіруде. Бұл ақшта жүріп тұруына керек қаржы. Ал аты аталған 3 боксшының бірімен кездесу ұйымдастырылатын болса, онда Қазақстан ары қарай қаржылық тәуелсіздікке ие болар анық. Ал Данияр Елеусіновтің менеджері Зия Алиев дәл қазіргі сәтте 16 желтоқсанда Астанада өтетін бокс кешін ұйымдастырумен әлек болып жүр. Ол бұл сында Данияр мен Иван Дычкоға үлкен сындар жасауға талпынуда. Бұл бағытта алға басушылық бар секілді. Кеше Зия Инстаграмда Данияр екеуінің суретін салып, жақында үлкен жаңалық болады деп жазба қалдырды. Мұнда әрине Зия қарсылас мәселесін меңзеп отыр. Сонымен ол кімді тапты екен? Ресейлік Давид Аванесян ба? Әлде өзбек Кудратило Абдукахоров па? Мүмкін Абел Рамос, Вирджил Ортис кіші немесе Хоселито Лопес секілді американдықтармен келісім екен. Дани Гарсия мен Келл Бруктың бір Астанаға келетін шығар. Міне үлкен жаңалық деп осы боксшылардың бірмен өтерсінді айтуға болады. Бұл боксрек рейтингі бойынша жартылай орта салмақтың үздік ондығында тұрғандар. Біз Эррол Спенс пен Теренс Кроуфорд және Йорденис Угастарды айтып отырған жоқпыз. Бұл чемпиондар келер болса, онда үлкен жаңалық емес, орасан оқиға болар еді. Сонымен сіздер кім деп ойлайсыздар? Жалпы Даниярдан жоғары тұрған боксшылар мұнда жетіп артылады. Қазақ найзағайы глобалды рейтингте 29 сатта тұр. Бірақ ол үздік ондықтағылармен шығуға шамасы жетеді. Қаржы жағдайда мүмкіндік береді. Өйткені дәл қазір бұл боксшыға еліміздегі ең белді мұнай компанияларының бірі қолдау танытуда. Сонымен күтейік, меніңше жақында бомба жаңалық болады. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.